Сәлеметсіздер ме? Қашықтықтан бум, математика 2 сынып. Қарағанды облысы білім басқармасының Асакаров ауданы білім бөлімінің Қаныш Сәтпаев атындағы Тірек мектебі ресурстық орталығының мұғалімі Қыздарбекова Айгүл Батырбаевна. Сынып 2А. Сабақтың тақырыбы жиындарды құру және жіктеу, тиісті және тиісті емес таңбалары. Мақсаты жиынды белгілеу үшін латын әліпбиінің бас әріптерін, жиын элементтерін белгілеу үшін латын әліпбиінің кіші әріптерін, жиынға тиістілігін және тиісті еместігін белгілеу үшін тиісті және тиісті емес таңбаларын қолдану. Ал енді алдымен балалар бір-бірімізге амандасып алайық. Ал енді экрандағы іс-әрекеттерді қайталау керек болады. Амандасамыз, құшақтасамыз, бір-бірімізге алақанымызбен көрсетеміз. Және жұдырыққа тигіземіз. Бүгінгі математиканы сабағымызды халқымыздың дана сөзімен бастаймыз. Бірлігі күшті ел озады. Аптаның дәйек сөзі бірлік және ынтымақ. Бұл нақыл сөз нені білдіреді? Егер адамдар бірлікпен, ынтымақпен әрекет етсе, кез келген мақсатқа жете алады. Математикада дәл осындай. Есеп шығару, салыстыру, логикалық ойлау бәрі тәртіп пен бірізділікті қажет етеді. Яғни бүгінгі сабақта біз бір-бірімізге көмектесеміз, тапсырмаларды ынтымақпен орындаймыз. Ендеше бірлігімізді көрсетіп, сабағымызды бастайық. Сабақ 10 балдық жүйемен бағаланады. Балалар, бізге сабаққа білгіш робот келді. Білгіш робот өтілген тақырыптар бойынша өлшем бірліктерін қайталауға арналған ойынды ойнауға шақырады. Яғни сіздер білгіш роботтың сұрақтарына я немесе жоқ деп жауап береміз. Бірінші сұрақ 1 минутта 60 секунд. Әрине, я. Келесі сұрақ 1 тәулікте 24 сағат. Я. Келесі сұрақ 2 аптада 15 күн. Егер бір аптада 7 күн болса, онда 2 аптада бізде 14 күн болады. Бұл сұраққа жауап жоқ. Келесі сұрақ 1 ғасырда 150 жыл. Әрине жоқ. Келесі сұрақ 1 жылда 365 күн бар. Бұл жауапқа я дейміз. Келесі сұрақ 26 сағат, 1 тәулік 4 сағат дейді. 1 тәулікте 24 сағат болса, балалар, 24-ке неше қосамыз? 4 қосамыз, 28. Онда бұл сұраққа біз жоқ деп жауап береміз. 1 сағат 16 минут, 79 минут. Ойланамыз, әрине бұл сұраққа біз жоқ деп жауап береміз. Келесі сұрақ 24 ай, 2 жыл. 1 айда неше жыл? 1 жылда неше ай? 12 ай. Ал 2 жылда дәл 24 ай болады. Тамаша. 1 жылда 7 ай. Осы сұраққа біз 1 жыл 7 ай, 19 ай дейді. 1 жылда 12 ай болса, 7-ні қосқанда бізде 19 ай болады. Дұрыс. Ал енді кейіпкерімізді тыңдаймыз. Сабақтың тақырыбын ашу үшін менің сиқырлы қобдишаларымды ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақ тақырыбын. Сиқырлы қобдишаларды ашып көрейік, содан соң сабақтың тақырыбын оқуға болады. Жиындар, бірінші қобдиша құру, үшіншісін ашайық, және жіктеу. Яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы жиындарды құру және жіктеу, тиісті және тиісті емес таңбалары. Тамаша. Ал енді балалар, келесі ойын артық элементті тап деп аталады. Балалар, бүгін жиындарды құру және жіктеуді жалғастырасыңдар, тиісті және тиісті емес таңбаларын қолдануды үйренесіңдер. Олай болса сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл, артық элементті табамыз. Мына жерде 3 топ берілді. 3 топты басқаша біз жиын деп атаймыз. 3 жиын дейік. Бірінші топта, бірінші жиында артық элемент гүл. Себебі топтағы басқа суреттердің ортақ атауларына белгілеріне сәйкес келмейді. Екінші топта
ол балық. Себебі топтағы басқа суреттердің ортақ атауларына белгілеріне сәйкес келмейді. Үшінші топта 12 саны, себебі бұл жерде бір таңбалы сандар берілді, ал 12 болса, 2 таңбалы сан. Олай болса, топтағы жиындардағы заттарға ортақ атау берейік. Бірінші жиынға ортақ берілді бізде алма, алмұрт, банан бейнеленген. Яғни олар жемістер. Жемістер деп атау береміз, немесе бұл жиынды латынның бас әрпімен, а әрпімен белгілеуге болады. Келесі жиынды біз бунақденелер деп атау беруге болады. Немесе латынның бас әрпімен, б әрпімен белгілеуге болады. Үшінші жиын бізде бір таңбалы сандар жиыны, оны латынның бас әрпімен белгілейміз, с әрпімен. Яғни жиындарды латынның бас әрпімен белгілейміз. Бізде 3 жиын шықты, А, Б, С. Және балалар, тиісті емес таңбалары. Алма, бірінші жиында алма А жиынына тиісті. Ал гүл А жиынына тиісті емес. Екінші жиында ара Б жиынына тиісті, балық Б жиынына тиісті емес. Үшінші жиында 7 С жиынына тиісті, 12 С жиынына тиісті емес. Енді дұрыс жүріс әдісі бонус арқылы ойын ойнаймыз. Ал енді балалар, бұл жерде жаңағы тақырыпқа берілген қорытындылау, бекіту, яғни сендер берілген элементтерді жиындарға апарасыңдар. Бірінші жиын әріптер жиыны, яғни ол жерге нені апару керек? Әріптерді апару керек. Айтасыңдар. Екінші жиыны жануарлар жиыны, яғни оның элементтері жануарлар болады. Аю, тері, арыстан, арқар. Және үшінші жиын фигуралар жиыны, тіктөртбұрыш, үшбұрыш, дөңгелек, шеңбер. Енді тексереміз. Тамаша, дұрыс болды. Ал енді келесі жұмысқа. Балалар, ынтымақ бұзылмайтын қорған деген халықтың дана сөзімен келесі жұмысқа қадам басамыз. Балалар, сендер әртүрлі ойындарды жақсы көресіңдер. Бірақ бәрімізді біріктіретін ойын ол шахмат. Яғни келесі тапсырмамыз шахматпен байланысты болады. Бізге сабаққа шахмат патшалығынан шахмат патшасы келді. Оның сіздерге айтар сөзі бар. Жиынды латынның бас әрпімен, ал оның элементтерін кіші әріптермен белгілейді. Тиісті белгісі элементтің жиынға тиісті екенін, ал тиісті емес элементтің жиынға тиісті емес екенін білдіреді. Шахмат патшасы балаларға тапсырмасын әкелді, яғни тыңдап, ойланып, бөлісіп, жұптық жұмысқа кірісеміз. Бұл тапсырманы жұппен орындауға болады. Тапсырма, қате жүктерді тауып дұрыстау керек. Мысалы, оң жағында 6 жиын берілді. Мен қазір көрсетемін, қалай осы тапсырманы орындауға болады. Мысалы, бірінші жиын А жиыны, қиғаш жүретін фигуралар. Бұл жерде берілді бізде ақ уәзір, қара патша, қара ат және ақ піл. Қате элементі табу керек, және тиісті емес таңбасын қою керек. Мына жерде, мына жиында қара ат А жиынына тиісті емес. Енді дұрыс жиын құрасыңдар. А жиынына тиісті элементтер ақ уәзір және ақ піл. Осылай орындауға болады, ары қарай тура осылай орындайсыңдар. Бұл жерде дескриптор жиындағы қате элементті дұрыс анықтау үшін 1 балл беріледі, дұрыс жиын құрастырады, 1 балл беріледі. Ал енді серігіп алайық. Келесі, балалар, бірлік болмай
тірлік болмас деген халқымыздың дана сөзімен ынтымақпен шеш тапсырмасы. Бұл жерде топпен орындауға болады. Шахматқа байланысты тапсырма, топтық жұмыс, айырмашылықтарды тапта жиын құрастыр. Берілді шахмат фигуралардан 12 элемент берілді. Суреттерге қарап белгілерді таңдайсыңдар. Мысалы, бөлігі болады. Қара фигуралар, ақ фигуралар, қиғаш жүретін фигуралар, немесе секіріп жүретін фигуралар. Екінші тапсырма, таңдаған белгілеріне сай екі жиын құрастырып жазасыңдар. Мысалы, егер ақ фигуралар болса, біз А жиынына тек ақ патша, ақ уәзір, ақ тура, ақ піл, ақ ат, ақ сарбазды элементтері, А жиынның элементтері болады. Жазып шығамыз. Одан кейін, үшінші тапсырмада әр фигураның қай жиынға тиісті екенін жазасыздар. Тиістілік таңбасын қоясыңдар. Мысалы, ақ патша А жиынына тиісті деп жазасыңдар. Ал қара патша А жиынына тиісті емес. Тура осылай ары қарай жалғастыруға болады. Немесе қиғаш жүретін фигураларды алсақ, белгі бойынша бірінші тапсырмада қиғаш жүретін фигураларды жазасыңдар. Одан кейін екінші тапсырмада сол қиғаш жүретін фигуралардың элементтерін жазасыңдар. Мысалы, ақ уәзір, қара уәзір, ақ піл, қара піл. Осы фигураларды элементтеріне жазып, тиісті еместігін анықтайсыңдар. Бұл жерде дескриптор шахмат фигураларына сәйкес екі белгіні дұрыс таңдайды 1 балл, таңдаған белгілеріне сай екі дұрыс жиын құрайды 1 балл, тиісті емес таңбаларын дұрыс қояды 1 балл. Орындаймыз. Ал енді қорытынды ынтымақ бұзылмайтын қорған. Білім қақпасы әдісі. Бұл жерде интерактивті ойын, сұраққа дұрыс жауап таңдаса 1 балл беріледі. Қақпаны ашамыз. Берілді жиын, А жиынның элементтері. Мысық, ит және қоян. Тұжырым, алма А жиынына тиісті. Бұл дұрыс жауап па, қате жауап па? Бұл әрине қате жауап. Себебі бұл жерде А жиынында жануарлар берілді. Тамаша. Келесі қақпаны ашамыз. Жиында жемістер, тұжырым, алма Б жиынына тиісті. Бұл дұрыс жауап. Тамаша. Келесі қақпаны ашамыз. Бізге берілді жануарлар жиыны, тұжырым, сәбіз жануарлар жиынына тиісті емес. Бұл дұрыс жауап. Бұл әрине қате жауап. Тамаша. Келесі жиын көкөністер. Бұл жерде берілді сәбіз және пияз, тұжырым, банан көкөністер жиынына тиісті дейді. Бұл әрине қандай жауап? Қате жауап. Келесіні ашамыз. Жиын, шахмат фигура, қара фигуралар берілді. Тұжырым, ақ ат С жиынына тиісті. Бұл қате жауап әрине. Ағат С жиынына тиісті емес. Келесі. Жиын, шахмат, ақ фигуралар. Ақ фигураларға жатады ақ фигуралар жиыны берілді. Тұжырым, ағат ақ фигуралар жиынына тиісті. Бұл дұрыс жауап. Келесі. Қақпаны ашамыз. Жиын, шахматтың қара фигуралары. Қара фигуралар берілді. Ақ уәзір тиісті қара фигураларға. Бұл тұжырым қате жауап. Тамаша. Ашамыз келесі. Жиынды латынның бас әріптерімен белгілейді. Мысалы, А бас әрпі. Бұл дұрыс жауап. Тамаша. Енді балалар, әрқайсыңыз өздеріңіздің балдарын қарап шықтыңдар, я? Санап шығасыңдар және балды қойып шығамыз. Ал енді балалар, рефлексия. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Енді сабақтан барлығын түсінсек патша фигурасын басамыз. Егер сұрағымыз болса атты басамыз. Ал егер ештеңе түсінбесек пілді басамыз. Енді мен ойлаймын, бәріміз сабақты түсінсек патшаны басамыз әрине. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет, қош сау болыңыз.